Құрметті салық төлеушілер, Шығыс Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті 270.00 нысаны бойынша кірістер мен мүлік туралы декларацияны тапсыру мерзімінің жақындауына байланысты салық төлеушінің кабинеті арқылы декларацияны кезең-кезеңмен толтыруды көрсетеді. Салық төлеушінің кабинетіне кіреміз. Электронды цифрлық қолтаңба бойынша кіру батырмасын басыңыз. Электрондық цифрлық қолтаңба кілтін таңдаңыз және ашу батырмасын басыңыз. Электронды цифрлық қолтаңбаның паролін енгіземіз. ОК батырмасын басу арқылы салық төлеушінің кабинетіне кіру қажет. Салық есептілігі нысандары, салық төлеушінің кабинеті, сенімге кіруді таңдаңыз. 2023 жылды таңдаңыз. Жеке тұлғалардың кірістері мен мүлкі туралы декларация 270.00 формасын таңдаңыз. Нысанды толтыруды бастаймыз. Бірінші қадам. Телефон номерін, электрондық мекен-жайды енгізіңіз. Қалауы бойынша. Жұбайының ЖСН-і. Жалғастыру түймесін басыңыз. Декларацияны кімге ұсынылатынын көрсетіңіз. Жалғастыру. Декларацияның түрін көрсетіңіз. Бастапқы, кезекті, немесе қосымша. Жалғастыру. Төртінші қадам. Бұл бар позициялар бойынша мәліметтерді көрсету. Жеке тұлғаның дербес салық салуға жататын кірістері. Жеке практикамен айналысатын тұлғаның табысы. Жеке тұлғаның Қазақстан Республикасынан тыс жерлердегі мүлкі туралы. Есепті салық кезеңінің ішінде, оның ішінде Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерлерде мүлік сатып алынды, не иеліктен шығарылды. Бұл жолды тек мемлекеттік қызметшілер және оларға теңестірілген адамдар мен олардың жұбайлары толтырады. Жеке тұлғаның есепті салық кезеңінің 31 желтоқсанында дебиторлық және кредиторлық берешек туралы мәліметтер. Жеке тұлғаның да бақыланатын шетелдік компанияның қаржылық пайдасы туралы. Егер жеке тұлғаның көрсетілген позицияларының бірі таңдаған болса, онда оны басқаннан кейінгі декларацияда көрсетілуге жататын тиісті ақпаратты көрсету үшін қосымша жолдар пайда болады. Жалғастыру. 5-ші қадам. Тұрғылықты жері бойынша мемлекеттік кірістер органының кодын таңдау. Шығыс Қазақстан облысы үшін мәндерді іздеу жолында 1801 нөмірін теріңіз. Содан кейін тұрғылықты жері бойынша тиісті мемлекеттік кірістер басқармасын таңдаңыз. Келесі, салық төлеушінің мәліметтерді ашуға келісімі, банк мекемелерінің және жеке тұлғаның Қазақстан Республикасында тұрғын үй сатып алуға алынған ипотекалық тұрғын үй қарыздары бойынша сыйақыны өтеуге жұмсалған шығыстары туралы мәліметтерді беруге келісім беру. Салық төлеушінің жауапкершілігі. Декларацияда келтірілген мәліметтерді дұрыстығы мен толықтығын растаймын және Қазақстан Республикасына сәйкес жауаптылық туралы хабарлау. Содан кейін МХО-ға жіберу батырмасын басыңыз. Сіздің декларацияңыз тапсырылды. Құрметті салық төлеушілер, декларацияны тапсыру мерзімінің жақындауына байланысты Шығыс Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті 15 қыркүйекті күтпей декларацияны тапсыруды ұсынады.